Біздің Випро жобасында сабақтарымыздың бәрі бір цитатамен басталады. Білім алудың қиындығына бір сағатқа шыдай алмасаң, надандықтың шырмауында өмір бойы өмір сүресің. Ол не деген сөз? Білім алудың қиындығына бір сағат шыдай алмасаң, білім алу өте қиын. Осыны түсіну керек та. Bir сағатта білім алуға духы жетпейді адамдардың, шыдамы жетпейді. Бізде жобаға келеді кәсіпкерлер, сабақ оқиды, бір сағаттан кейін жаймен бүйтіп сырғанай бастайды столдан былай қарай. Өйстіп отырады жаймен. Өйстіп одан кейін жаңағыда көздеріне ұйқысы келіп, сосын мен айтамын, не болды десем, қиын болып кетті, ауыр болып кетті деп ше. Неге? Өйткені действительно білім алу өте қиын да. Бірақ біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Абылай атамыз айтқан, білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік деп, білімге сенген заманда қапы қалып жүрмелік деп. Абылай аталарымыздың кезінде садақ ату, найза ұстау ол сол заманның тренді, сол заманның тенденциясы болғанда, ол кезде ұят болған ғой сен садақ ата алмасаң. Өйткені шекараны, жерді қорғау керек та. Қазіргінің садаға, қазіргінің найзасы ол білімді. И сен бір сағат найзамен соғыса алмасаң, біттің ғой. Тура сол сияқты сен қазір бір сағат білімге өзіңді арнап, нәпсіңді жеңіп, бір нәрсені үйрене алмасаң, сен заманнан қалып қоясың. Ертең еліміздің болашағы соған байланған. Сол үшін біз кәсіпкерлерді солай жігерлендіреміз. Жинаңыз өзіңізді деп ше. Мына бір сағатқа тұрып бере алмасаңыз, ертең өмір бойы надандықтың шырмауында өмір сүресіз. Надандық деген өте жаман нәрсе. Надандық ешқашан береке әкелмейді. Надандыққа еркіндік қосылса хаос болады. Надандыққа ислам келсе терроризм болады. Надандық ол бүкіл нәрсені бүлдіретін нәрсе ғой. Сол үшін біз осыдан қашуымыз керек. Әрбір қазақ білімді, әрбір қазақ бай болу керек.